біздің сахнамызда жастар театрының киелі сахнасында Диля Фруздың «Төрт күйеу» атты қойылымы болайын деп жатыр. Әрине менің рөлім Сабон тойдың серісі Әмір. Әрине Әмір бұл спектакльде бүкіл осы жастарды басын қосып жеңгетайлар қыратын әдеті бар. Сондықтан да жігіттердің бәрін шақырып, бір сұлу қызға ғашық қылады. Бұл жерде мен Ғалмағай деген рөлді ойнаймын. Ауылда үйленбей қалған, жасы 50-лерден асқан, бойдақ. Анау сөзде бар ішінде, айғырдың азғаны тайға ерер деген. Тура сондай кейіпке кіріп, жастарға еріп, жас қызға ғашық болып, ең соңында күлкіге қалатын сондай рөл. Жалпы бізге қоғамға осындай комедиялар өте керек деп ойлаймын. Өйткені халық көңілін көтереді, жақсы көңіл-күйге бөленеді. Сондықтан осы комедияны біз көрерменге тартып өтіп отырмыз.